Бисмиллах, біздің тігетін шымылдығымыз ұзындығы 2,80, ені 55. Ол үшін бізге барқыттан 1 метр керек, ақтан, қызылдан 1 метр керек, паутинкадан 1,5 метр, шашақтан 3 метр, трафарет керек ою үшін, қайшылар, бізге выжигатель керек, моншақ, ыстық клей, пистолеті керек и дублирин керек. Ал бастаймыз. Ол үшін сіздерде тақтай болу керек. Осылай тақтайдың астына шифонердің тақтай болады. Тақтайдың астына паутинка дейін ою матамызды қоямыз. Түгі төменге қарап тұру керек. Оның үстіне трафаретімізді қоямыз. Выжигателіміз қызған болу керек. Қатты қызып, осылай трафареттің бойымен ойып кете береміз оюды. Бізге сызып алудың қажет жоқ. Ең оңай оюдың үлгісі осылай. Жартысын мына жерлерін қимайсыздар, өйткені біз оюдың жартысын ғана алғанбыз трафаретте. Осылай бұрышына дейін тоқтамастан сызасыздар. Қолдарыңызды әбден жаттықтырып, үйретіп алыңыздар. Бірінші выжигательмен жұмыс істеу үшін ол қызып тұрады. Қолдарыңызды абайлаңыздар, күйдіріп алмаңыздар. Енді трафаретімізді жаймен аламыз. Мұны жартысына қоямыз. Бұны да солай ойып аламыз. Мына бұрышына шейін тоқтамастан сызу әрекет жасаймыз. Трафаретті сіздер оюдан былай картон қағазбен қиып алсаңыздар болады. Картон қағаз ең мықты. Или фанерге заказ берсеңіздер болады, фанермен ойып береді сіздерге. Осылай жай көтеріп аламыз. Енді артық маталарды алып тастаймыз. Тек оюдың өзі қалады. Оюдың ұзындығы 47, былайынан енінен 35, сол шама 37. Енді біз аққуды ойып аламыз. Аққуды ою үшін тоже паутинка саламыз. Паутинканың үстіне аққу оямыз. Турецкий барқыттан выжигательді қыздырып аламыз. Мына жерде аққуды мен обойдың сыртына не істеп алғам, сызып трафарет жасап алғам. Сіздер де солай жасап алыңыздар. Болмаса не істеуге болады? Лазерге сыздырып, қидырып алсаңыздар болады. Аққудың ұзындығы 30 сантиметр, ені тоже 25 сондай сантиметр. Жақсылап осылай тоқтамай, мына бұрышынан арғы бұрышына шейін тоқтамай әдемілеп сызасыздар. Мен мына жерде аққуды кішкене арықтау қойдым, сол үшін кішкене томпақтау аққу қылып жатырмын мына жағынан. Обойға немесе ақ параққа сызып алсаң, ақ парақ енді жұқалық етеді, қатты обойға сызғандарыңыз дұрыс. Или қатты картонға сызғандарыңыз дұрыс. Мұрын жағын сызамыз. Енді жаймен аламыз обойымызды. Осылай жаймен бұрышымен алып, екінші аққуды айналдырып, екінші аққуды тоже выжигательмен ойып аламыз.
Выжигательдин бети ушу карайган кезде матаны алып матага сүртүп отуруңуздар. Болмаса мына ак матанын бети карайып калат. Бунун выжигательдин лазер менен ойгонун эч айырмачылыгы жок. Лазер сыяктуу оят. Осундай выжигатель алып алгандарыңыз дурус. Базарда бир 3,5 шамасында турат багасы. Насадка менен алмай коюңуздар, без насадка алгандарыңыз дурус. Осулай акууларыбызды алабыз. Әдемі акуу шыкты бизде. Мен өзім салам суреттерин, оюларын барлығын өзім салам. Осылай көтерсеңіздер, мына тақтайға жабыспайт, арқасында плотинкасы бар. Енді қызыл матадан жүрек сызып аламыз. Осы аққудың несімен, ұзындығымен шамалап жүрек сызып аламыз. Сол жүректің үстіне аққуларымызды жабыстырамыз. Үтіктеп, пармен, марлыны сулап алыңыздар, суласаңыздар әдемі жабысады. Осылай бір қалыпта жабысты. Енді бұны зигзагқа жібереміз. Зигзаг еске қоямыз. Жіптің ені 1, ұзындығы 3 болады. Закрепка беріп тігеміз. Ақ жіп қызыл матаға шығып кетпеу керек. Айналдыра отырып зигзагтаймыз. Бұрышына келгенде лапканы көтеріп, инені түсіріп, сосын барып тігеміз. Бірінші инені түсіріп аласыздар бұрышқа келгенде, сосын лапканы көтеріп айналдырасыздар. Жіптеріңіз қызылға шығып кетпеу керек. Жіп үзілген жағдайда 1 сантиметр арқаға тігіп, қайтадан алдыға тігесіздер. Аяқтағанда да закрепка бересіздер. Енді орталарын тігіп шығамыз. Бұларды да закрепка мен тігіп шығамыз. Өте абай болыңыздар, закрепка беріп жүріңіздер. Өткен закрепка мықты тігіс жасайды. Сетінемейді, сөтілмейді. Міне осылай жүректің ішінде аққу пайда болды. Енді осының астына паутинка қоямыз да, жүректің размерімен паутинкамызды қиып аламыз. Бізге қазір шымылдырықтың бетіне негізгі матаға жабыстыруымыз керек, осының ортасына. Енді негізгі матамызды аламыз. Ұзындығы 2,80. Ортасынан дәл бөлеміз, сонда 1,40-тан түседі. Енін 45 жасаймыз, шашағымен 55 болады. Жоғарыдан тегістеп сызып аламыз, қиыпты не істейміз.